Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сынып сағатымыздың тақырыбы өзіңді вирустық аурулардан қалай сақтауға болады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы тәж вирусы деп аталатын жаңа вирустан қатты алаңдатып отыр. Өйткені дәрігерлердің айтуы бойынша оны жұқтырған адамдардың тең жартысы өз өмірлерімен қоштасады екен. Сондықтан олардан сақтанудың да жолдарын ескертіп баса айтып отырыпты. Дәл қазір вирусқа қарсы арнайы ем жоқ. Сондықтан адамның басты денсаулығы екенін ескеріңіздер. Мемлекетіміз тәж вирусына қарсы арнайы көптеген ауқымды іс-шараларды қолға алып отырыпты. Солардың бірі төтенше жағдайдың жариялануы. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді дана халқымыз. Денсаулығымызды сақтау әркімнің өз қолында. Әлемде қандай жағдай болып жатыр? Неге біз маска киіп жүруіміз керек? Себебі сыртта, көшеде вирус бар. Ол жұқса, адамдар жөтеліп, дене қызуы көтеріледі. Егер көшеге ешкім шықпаса, вирус 5-7 күнде жоғалады. Оны көзбен көре алмаймыз. Көру үшін арнайы құрал керек. Сондықтан сақтансаң, сақтаймыз деген сөзді еске сақтау керек. Вирус біреу түшкірсе, не ауырған адам ұстаған жерді ұстасаң, вирус жұғады. Ол басқа жолмен тарай алмайды. Сондықтан достарыңа бармай, үйде отыру міндетті. Әрине, ата-аналар жұмысқа, азық-түлікке, немесе дәрі-дәрмек алуға сыртқа шығады. Бірақ басқа кезде үйде отыру міндетті. Ғалымдарымыз вирусты жеңетін дәрі іздестіруде. Тазалық денсаулық кепілі. Қолымызды жиі сабынмен, үйімізді хлормен жуып таза ұстауымыз керек. Бізге қойылған талаптарды орындасақ, деніміз сау, еліміз ауру сырқаудан сау болады. Оқушылар, бүгінгі сынып сағатымызды осыменен аяқтаймыз. Сау болыңыздар.